көрсететін сабағымыз электр зарядының сақталу заңы, Кулон заңы. Ал балалар, бүгін электр зарядының сақталу заңы дегенімізде электр заряды ертеден ғалымдарды қызықтырып келатқан заңдардың бірі. Яғни қандай да бір екі дене үйкелген кезде пайда болатын, көзге көрінбейтін, яғни біз бірақ сезіне алатын зарядтарды электр заряды дейміз, құбылысты. Яғни сезіне алатын құбылысты электр заряды дейміз. Электр зарядын физикада Q атымен белгілейміз. Мына жерде Q атымен белгіленіп тұр, иә? Электр заряд Q атымен белгіленеді. Яғни бұл дегеніміз не? Мында тұрған мына аспаптар электроскоп деп аталады. Электрометр деп те айтылады. Яғни бұл электр зарядын анықтайтын құрылғы екен. Енді қолданда қаламсақтарыңды шаштарыңа үйкеп, мына ішіне саламыз, шардың ішіне. Яғни бізде ішіндегі стрелкамыз қозғалу керек. Оны зарядтар көп. Шаштарыңа қалың қылып үйкеліңдер. Тәжірибе жасаған кезде ғалымдар, яғни екі зарядтың қосындысы тұрақты болған. Яғни бұл жерде Q зарядымыз не болды? Екі зарядтың қосындысына тең болды. Яғни зарядтар біршама азайды деген сөз. Екі заряд электроскоптың арасына сын жалғау арқылы, яғни екі зарядты бөліп алуға болады екен. Өлшеуге болады екен. Енді осы екі зарядтардың арасындағы аз да болса күш болады екен, бір-біріне тартылыс. Білеміз, аттас зарядтар бір-бірін тебеді, әр аттас зарядтар бір-бірін тартады. Яғни зарядтың да оң жағы және теріс жағы болады екен. Осы бір-біріне тартылған зарядтарды, яғни зарядтардың арасындағы күшті біз кулон күші деп атайды екенбіз. Яғни Q1, Q2, К, бұл жерде К тұрақты коэффициент R квадратқа қатынасына тең екен. Яғни зарядтарға тура пропорционал, зарядтардың арақашықтығына кері арақашықтықтардың квадратына кері пропорционал екен. R кулон күші. Енді бұл жерде К деп отқанымыз не? К деп отқанымыз, яғни 1/4π эпсилон наравой. Яғни Е наравой дегеніміз ол электрлік тұрақты. Ол да тұрақты шама. Яғни жерде пиіміз бізде тұрақты шама. Мына тұрақты шамалардың мәнінде тұрақты мәнге ие болады екен. Яғни К-ның мәні шығады екен. Ал бізде сонымен мына жердегі мына шыққан ең соңғы формуламыз бұл кулон заңы деп аталады екен. Есеп шығару барысында бізде зарядтарымыз әр аттас дедік қой, яғни минус плюс болады, иә? Егер минус плюс болатын болса, оны міндетті түрде біз модульдейміз. Яғни минус плюс болса, біз минус плюс деп есептемейміз, оны модульдейміз. Яғни Q1, Q2 бөлінген R квадрат. Яғни модульдейміз. Модульдеген кезде алгебралық білесіңдер, алгебрада модульдеген кезде теріс таңбада оң таңбаға айналады деген сөз. Яғни кулон заңы деп отқанымыз не осы заңдар екен. Ал енді электр заряды өтеді, өткіз. Электр зарядына әсері бар адамға. Бірнеше түрлі әсерлері болады. Яғни осы электр зарядын өткізетіндер және өткізбейтіндер бөлінеді екен. Электр зарядын өткізбейтіндерді диэлектриктер деп аталады екен. Ортада әр түрлі өткізеді. Мысалға біздің мұнда жазып отқан формуламыз біздің бұл вакуумдегі орта екен. Ал егер диэлектрлік өтімділігі бізде эпсилон атымен белгілейміз. Ол вакуумдегі әсерлесетін күшпен қандай да бір ортадағы күштің қатынасына тең екен. Бұл диэлектрлік өтімділікке болады. Мысалға суда, шыныда, ауада деген сияқты өтімділік әсер етеді екен. Яғни ондай болса бізде кулон күшіміз өзгереді екен. 1/4π эпсилон Е Q1 көбейтілген Q2 бөлінген R квадрат болды. Немесе К Q1 Q2 біз есеп шығару барысында модуль демей бірден жазып кете береміз. Эпсилон R квадратқа тең болып шығады екен. Міне бізде кулон заңы деп осы заңды атайды екенбіз. Сонымен бүгінгі тақырып бойынша кулон заңы не заңы, қандай заң екен? Қандай ортадағы заңдар екен? Кім айтады? Екі зарядтың арасындағы тартылыс.
Яғни екі зарядтар арасындағы тартылыс күші. Зарядтардың таңбасы қандай болады екен? Кім айтады? Модуль деп 10 мен аламыз. Яғни зарядтардың шамасын 10 мен 10 шамамен алады екенбіз. Ал электр заряд өлшейтін аспапты не дейді екенбіз? Электроскоп.